Жаңғыртып кешек өткен даналарды, жырлауға бейбіт елім шарағанды, батырып қара өлеңін қаймағына арнап жүр бүгін балаң қалам алды. Бұлқынып бұғау бұзса жан алабы, тарихқа тағзым етсең жанданады. Теңіздей толқып келген бұл туынды Жансүгіров Ілиясқа арналады. Өмірді қосқан әркез неткен жырға, өлсе де өлместей боп кеткен тұлға. Бүгінде елің саған тағзым етті, ел үшін ерен еңбек еткен тұлға. Ілияс Жансүгіровтің бақытты жамал әңгімесі әйел теңсіздігі мәселесін көтеретін маңызды туындылардың бірі. Бұл шығарма 20 ғасырдың басындағы қазақ қоғамындағы әйелдердің ауыр тағдырын, олардың еркіндігінің шектелуін, ескі әдет-ғұрыптардың жастардың өміріне тигізетін кері әсерінен шынайы бейнелейді. Жамал көрікті, ақылды, тәрбиелі қыз. Ол дәстүрлі қазақ қоғамында өмір сүріп жатса да, еркіндік пен шынайы махаббатты армандайды. Бірақ оның арманы ескі салт дәстүрлерге, туыстарының шешіміне тәуелді еді. Жамалдың әкесі қызын бай, бірақ өзінен жасы үлкен адамға тұрмысқа беруді ұйғарады. Бұл шешім қыздың қалауын ескермей, тек дәстүр мен материалдық жағдайда ойлаған қазақ қоғамының ережесіне сай қабылданады. Жамалдың жүрегі басқа біреуге ауғанымен, ол ата-анасының шешіміне қарсы тұра алмайды. Бақытты болуды аңсаған Жамал сүймеген адамына тұрмысқа шыққан соң шынайы махаббаттың жоқтығынан және өзін құрбан еткенінен қатты қиналады. Оның тағдыры қазақ әйелдерінің көбінің басындағы жағдаймен ұқсас еді. Олар өз қалауымен емес, ата-аналары мен қоғамның шешімімен өмір сүретін. Жазушы Жамалдың ауыр тағдыры арқылы қазақ әйелдерінің басындағы теңсіздікті, олардың құқықтарының шектеулі екенін, дәстүрдің кейде әділетсіздікке әкелетінін көрсетеді. Әйелдердің еркіндігі мен бостандығының маңыздылығын алға тартады. Шынайы махаббат пен еркіндік Жамал сүйген адамына қосыла алмағандықтан өз өмірін бақытсыз өткізеді. Бұл қоғамдағы әділетсіздікті сынға алудың бір көрінісі. Бақытты Жамал шығармасындағы мен жеткізе алмаған оқырманның көкейінде қалған сұрақтың жауабын тек шығарманы оқу арқылы білесіз. Барша оқырманды шығарманы оқуға шақырамын.